Сібірдегі төтенше жағдай 15 сәуірде 2025 жылы Сібір аумағында дауылды жел соғып, ауқымды табиғи өрттерге ұласты. Хакасия Республикасында төтенше жағдай режимі енгізілді. Апаттың негізгі соққысы Хакасияда, Красноярск пен Алтай өлкесінде және Кемерово облысында болды. Желдің екпіні 30-33 метр секундына жетті. Соның салдарынан инфрақұрылым зардап шекті. Ғимараттар бүлінген, шатыр бұзылған, бағдар шамдар жұмыс істемей қалды. Электр энергиясының жаппай сөнуі тіркелді. Оның ішінде Алтай өлкесінің 5 ауданында барлығы 62 мыңнан астам адам жарықсыз қалды. Россети Сібір энергетикалық компаниясы ерекше жұмыс режиміне ауыстырылды. Абакан қаласында кем дегенде 11 адам зардап шеккен. Красноярскіде желдің қатты болғаны соншалық балконда тұрған әйелді жел ұшырып кетті. Ол қайтыс болды. Қатты жел мен құрғақ ауа райына байланысты орман және ландшафт өрттері басталды. Жанып жатқан аймақ қазірдің өзінде 18 гектардан асты. Красноярск маңында куәгерлер шөптің өртенуінен пайда болған отты құйындарды көрді. Шушен ауданының Каптырова ауылында өрт көше бойымен тез таралуда. Минусинскіде оңтүстік шығыс шағын ауданының тұрғындарын эвакуациялау басталды.